Ассалаумағалейкум достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. Қаланың шет жағындағы қарттар үйіне күз тым ерте келетін. Күздің иісі мұнда жаздың соңғы жапырағымен бірге әлдеқашан қонақтап үлгереді, дәліздің салқынынан бастап адамдардың жанарына дейін сіңіп қалады. Сұрғылт ғимараттың сыртында терек сыбдыры, ішінде баяу радио, ара-тұра арбаның дөңгелегі сықырлайды. Сол күні қатар-қатар отырғызылған ақ орындықтардың қасында бір жас жігіт үнсіз тұрды. Аты Нұрлан, қолында ауырлау портфель, ішінде құжаттар мен дәрігердің қорытындысы, салмағы жазылмаған, бірақ жүректі басып тұрған екі сөз бар. Мә. Түсінем, деді қарттар үйінің мейірбикесі құжаттарды жайлап ақтарып. Жағдайыңыз күрделі екенін көріп тұрмын. Біз қолдан келгенін жасаймыз. Осы түсінем деген сөз Нұрланның құлағына ине болып қадалды. Өйткені дәл қазір оның өзін ешкім түсінбейтіндей көрінген. Әр қадам сайын арқа жағын қараңғы қысып, алдына шыққан әр есік бір жола жабылып қалғандай. Анасы Зиба. Мұңлыда жылы жүзіне қырау ерте түскен, сөйлесе жай ғана, жымиып әр сөзін салмақтап айтатын кісі. Жас кезінде ауылдың әсем дауысты әншісі болған, қазір сол әдемі үннің орнына кейде қайда едік деп басталатын шала сұрақтар келеді. Дәрігерлер ерте басталған деменция деді. Алғашқы белгілер ұмытшақтық, кілтті қайда қойғанын таба алмау, газды өшірмей қалдыру. Кейін есімдер шатасты, күндер араласты, Нұрланның атына бала кезіндегі еркелеткен басқа ат жабысты. Бір жолы таңертең шығып кетіп, кешке кварталдың ар жағынан полицейлер алып келді, қызым мектептен шықпай қойды деп іздепті. Зибаның қызы жоқ еді, жалғыз баласы осы Нұрлан. Нұрлан 3 жұмысты қатар істеп жүрген. Күндіз логистикалық компанияда оператор, кешкісін такси, түнде қоймада ауысым. Үйге шаршап келіп есік ашқанда, кейде пештің үстіндегі бос шайнекті, кейде суы тартылып кеткен гүлдерді, кейде өзіне қарап жас балаша жымиған анасын көретін. Бір сөзінен жанын жұбататын, бір сөзінен жүрегі қарсы айырылатын. Нүреке, мен саған сүт қайнатып қойғам ау, дейді ол бірде тілін мүдіріп. Әкең жұмысқа ерте кетіп еді ғой. Әкесі 10 жыл бұрын дүниеден өткен. Ал анасының есінде енді үйге келеді деген жоспар ғана қалған. Соңғы апта күрт нашарлады. Зиба түн ортасында көршінің есігін қағып, баламды кіргізіңдер, тоңып қалды деп жылап тұрды. Көршілер бұлай болмайды деп шағым жасады. Жұмысынан да ескерту көбейді. Нұрлан біресе анасын жалғыз қалдыра алмай, біресе жұмыстан қалып, біресе айыппұл төлеп жүрді. Күтуші жалдасам деп ойлады, ақысы қымбат, әрі сенім қиын. Ауруханаға жатқызсам, анасының көзі баламнан айырмаңдар деп қарайды. Ең соңында аудандық әлеуметтік қамқорлық бөлімінен мамандандырылған пансионат ұсынды. Уақытша болса да, деді олар. Қараңыз, мұнда күндіз-түні мейірбике, дәрігер бар, қауіпсіздікте жақсы. Нұрлан сол күні таң атпай шешім қабылдады. Өз шешімі ме, әлде мезгілдің мәжбүрі ме, білмейді. Бірақ анасының есігіне соңғы рет сыртынан қарап, жүрегімен мөр басты. Қалтасынан қара кілтті шығарып, алақанына салып қарап тұрды да, қалшылдаған саусақпен жай ғана үстелге қойды. Уақытша, деді тағы. 1-2 ай. Өз-өзімді түзеп алайын. Немесе, ары қарай айтуға батпады. Қарттар үйіне келуді Зиба бастан түсінген жоқ. Терезеден қыстың алғашқы қарын көріп, балалар ойнап жүрген алаңқайға ұзақ қарап қалды. Дәлізде егде кісілер қасындағылармен танысып, кім қай жақтан екенін сұрасып жатқан. Зиба үнсіз. Тек көзінің ұшында балауса қорқыныш. Нұрлан оның қолына ентелей ұстаған орамалын жайлап салып. Анашым, бұл жер емделетін жер, деді. Дәрігерлер мейірімді. Мен күнде келем. Зиба бас изегендей болды. Сосын ойламаған жерден күлімсіреп. Жақсы, балам. Сен сабағыңа бар, кешікпе. Кешке мен ән айтып қоярмын, деді. Сабағыңа. Бұл сөз Нұрланның кеудесін қысып жіберді. Ол анасы үшін әлі студент, әлі бала. Жоқ, барлығы дұрыс болады деп өзін жұбатты. Құжаттарға қол қойып, палатадағы төсекті ретке келтіріп, мейірбике Айсұлуға дәрі-дәрмектің тізімін тапсырды. Кетерде анасының маңдайынан сүйіп, мен қазір, деді. Кешке келем. Зиба тағы да жымиып. Жарайды, деді. Палуан балам,
Аман жүр. Дәл осы сәтте Нұрланның ішінен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Бірақ ол сол үзіктің атын қоя алмады. Алғашқы аптада күнде келді. Орындыққа отырып бірге шай ішеді. Радио қосып ескі ән тыңдайды, терезеден қарға жем шашады. Зиба кейде баласына қарап қашан демалысқа шығасың деп сұрайды, кейде әкең келеді, жүреміз бе, балам дейді. Нұрлан әрине деп бас изейді де бір сәтке сыртқа шығып жылап алады. Ұят емес. Жылап алғаны жүрегі әлі тірі дегені. Екінші аптада жұмысы көбейіп кетті. Қоймада түгендеу басталды, таксиде түнгі кезек. Ертең барам дегені шыға бермеді. Телөңірекке хабарласып жағдайын сұрайды. Айсұлу анасы бүгін көңілді деп тағып алды. Бірде ән айтты деді. Нұрланның жанын бір жылы ақ шуып өтті. Осылайша бір ай сырғып өтті. Қаңтардың көгі сұр тартқанда Нұрлан тағы барған. Зиба оны таныды, тұла бойы шадыман болып. Міне, келдің бе? Деді. Сен келмей күз болмай қойды ғой. Күз емес, анашым, қыс деді Нұрлан күліп. Иә, қыс. Бар ма, бір жаңалығың? Жұмыс тыныш. Мен саған жеміс әкелдім. Олар тағы да терезе алдында үнсіз отырды. Зиба сыртқа қарапайым ғана көз тастап баяу сөйледі. Адам баласы кейде есігін жабады. Жабады да ұмытпайды. Жақсысы кілтін ішіне сақтайды. Бір күні ашам деп. Балам, сен кілтті ішіңе салып жүрсің бе? Иә, деді Нұрлан өз жүрегіне қолын қойып. Шімде. Бұл сөз екеуіне де жұбаныш болды. Бірақ сол жұбаныш ұзаққа бармады. Көктемге қарай Нұрлан бірден 2 несие алып, көрші аудандағы шағын пәтерге депозит салмақ болды, анаға жайлы үй әперем деген оймен. Қарызға белшеден батсаң да, ертең өндірем деді. Әр цифрдың артында үміт. Бірақ өмірдің цифры көбейді, уәделердің мерзімі қысқарды. Сөйтіп жүргенде бір күні қарттар үйінен күтпеген хабар келді. Зиба апайдың жағдайы күрт нашарлап, ауруханаға ауысылған. Нұрлан көзінің оты өшіп, жұмыстан тұра салып, ауруханаға ұмтылды. Анасы есін жиған, бірақ өте әлсіз еді. Оның көзіне жас келіп, Нұрланның қолын қысты. Балам, қорықпа. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Мен сені ренжіткім келмеді. Сен мені тастамадың. Сен мені сақтап қалдың. Анашым, Нұрланның үні дір етті. Мен сені қарттар үйіне. Сен мені жалғыз қалдырмадың, деді Зиба анық қайталап. Мейірім деген адамның жанында жүру емес. Оның жанында орын қалдыру. Сен менің жанымда орын қалдырдың. Рахмет. Осы сөздер Нұрланның жанын тіліп өткендей болды. Себебі өзіне өз айтып жүрген айып анасының өз аузынан кешірімге айналды. Көктемнің аяғында Зибаның жағдайы тұрақталды, пансионатқа қайта оралды. Ал Нұрлан жаңа пәтердің алғашқы жарнасын уақытынан бұрын төлеп, қалғанын бөлуге келісім алды. Тағы біраз шыдасақ болды, деді өзіне өзі. Бірақ дәл осы кезде әлдебір таңдау есігі оның өзіне де келіп қалды. Логистикалық компанияда дағдарыс басталып, қысқарту жүрді. Тізімнің ортасында Нұрланның да аты тұрды. Бұл бірінші соққы. Екінші соққы таксидегі көлігін соғып алды. Сақтандыру төледі, бірақ көлік жөндеу цехында бір айға алды. Үшінші соққы қоймада түнгі ауысым қысқарып, кезекшілер саны теңестірілді. Нұрлан кірісін күрт жоғалтты. Үй жалдау, кредит, пансионатқа қосымша ақы бәрі бір иыққа түсті. Бір күні таңертең зеркалоға қараса, жанарында белгісіз адам тұр. Ұйқысы қашқан. Бұл күндері ол пансионатқа сирек барды. Телефонмен сөйлескенде анасы да айта бермейді. Келесің бе? Деп сұрамайды. Мен мұндамын деп қана қояды. Осы бір-екі сөз Нұрланның өзін одан бетер кінәлі сезіндіретін. Сөйтіп аяқ астынан бір емес, бірнеше жыл өте шықты. Басында 1-2 ай деп қойған шек белгісі әлі де деп созылып кете берді. Нұрлан уақыттың қай күні өткеніне мән беруді қойды.
несие, жұмыс дер кезінде төленуі тиіс шоттар. Ай соңында қалтада қалың түбіртек, жүректе жұқа үміт қалатын. Әрине, ол бөтен болып кеткен жоқ. Жылына бірнеше рет барып жүрді. Туған күні, жаңа жыл, наурыз, әр барғанс. Бірақ бұл кездесудің орнына өтеген борыш сияқты. Ал нағыз кездесу не екенін өзі де ұмыта бастады. Сол кезде тағдыр оның есігін еш күтпеген жерден қақты. 5 жыл өткенде көктемнің аяғында Нұрланға белгісіз нөмірден қоңырау келді. Әйел даусы өзін Айсұлу, бұрынғы Мейірбике деп таныстырды. Зиба, анаңыз жайлы маңызды хабар бар. Уақытыңыз болса, бүгін келсеңіз жөн болар еді деді. Нұрлан жүрегі зу етіп барып қалды. Пансионаттың ескі дәлізі, таныс терезелер, ән ойнап тұрған радио, бәрі өзгермегендей. Тек Айсұлудың өзі сәл жасарғандай көрінді, көзінде от, даусында қуаныш. Нұрлан, деді ол қарсы алып. Әжеңіз кешіріңіз, анаңыз жайлы жаңалық. Тосын, сіз ұзақ уақыт келмей кеткен сайын айта алмай жүрдік. Зиба апай соңғы 1 жылда ерекше өзгерді. Дәрігерлер де таң қалды. Нұрлан ерекше өзгерді дегенді жұмсарған қарттық деп түсінгісі келді. Бірақ Айсұлу басқа нәрсе айтты. Бір күні ол кітапхана бұрышына өзі қадам басты. Одан кейін күн сайын сол жақта отыратын болды. Ескі ноталар мен қарапайым балалар кітаптарын сұрап, әр әріпті еппен оқып, еске түсірді. Содан соң бізге бір өтініш айтты, маған шағын бөлме беріңіздерші. Тігін машинасы керек. Жіпті өзім табам деді. Тігін машинасы, деді Нұрлан таңырқап. Иә, деді Айсұлу, Зиба апай жастайынан әнші ғана емес, тігінші болған екен. Соңғы жылдары бәрін ұмытып жүрген. Бірақ бірден емес, бірте-бірте есіне түскендей. Сөйтіп науқастардың жыртық киімін жамап, көршілердің шәлісін, жастық қабын тіге бастады. Біраз уақыттан кейін пансионаттың өзінде шағын шеберхана ашылды. Кім бастады дейсіз бе? Сіздің анаңыз. Айсұлу Нұрланды ұзын дәліз бойымен алып өтті. Егер бұрын мұнда бос есіктер мен әлсіз жарық қана болса, қазір ара-тұра қабырғаға ілінген кестелер, ақ қағазға жапсырылған құрақтар, шағын оймақтар көрінеді. Соңғы есіктің маңдайшасында қара бормен жазылған сөздер тұр, үміт жапқышы. Есікті ашқанда ішкі жақтан жарық пен жылы иіс шықты. Стол үстінде түрлі түсті мата қиықтар, ине, жіп, шыны, ыдыстағы түймелер, ал қабырғада шағын суреттер. Ортада тігін машинасы. Машина жанында басын сәл еңгейтіп көзілдірігін мұрын ұшына іліп алған әйел отыр. Жүзі ерекше таныс, бірақ бұрынғысынан да жинақы, айқын. Ол қолындағы матаны шетінен астарлап, тінтуірдей жылдамдықпен тігіп жатыр. Анашым, деді Нұрланның ерні өзінен өзі сыбырлап. Әлгі әйел басын көтерді. Көзілдірікті жай ғана алып, қарсы тұрған жігітке ұзақ қарады. Бір сәт ештеңе демеді. Сосын жүзіне жұмсақ нұр үйіріліп, ерні дірілдеп. Міне, менің балам келді, деді анық, асықпай. Нұрлан. Ол есімін қате айтқан жоқ. Нұрлан орнында қатып қалды. Көзінен жас ытқып шықты. Бір қадам алға басып тағы тоқтады. Зиба орнынан баяу тұрды, қолының треморы жоқтың қасы. Ол баласына қарай адымдап келіп кеудесіне басын қойды. Кешігіп қалдың, деді ол жымиып. Бірақ ешқашан кеш емес. Нұрланның басы айналды. Көз алдына 5 жыл бойы тасып төгілген уайым, ұят, үміт күтіп келіп кетті. Сен есіңді жинадың ба, деді ақыры. Есім әрдайым менікі, деді Зиба сабырмен. Тек мен оны шаңнан аршыдым. Мұнда көп мейірім бар. Көп сабыр. Мен осында өзімнің кішкентай жолымды таптым. Қарашы. Ол стол үстіндегі бір затты қолына алды. Түрлі түсті құрақтан тігілген кішкентай әмиян. Әмиянның қақ ортасында аппақ жіппен кестеленген сөз тұр, кілт. Мұны саған арнап тіктім, деді Зиба. Кілт кейде темірден жасалмайды, балам. Кейде ол жіптен. Кейде сөзден. Кейде кешірімнен. Сен кілтті ішіңде сақтап жүресің. Енді соны мен де білдім. Айсұлу үнсіз сыртқа шығып кетті. Бөлмеде ана мен бала қалды. Терезеден күн сәулесі құлап, тігін машинасының үстіне құндақтай жылы дақ түсіп тұр.
Сырттан әлсіз ғана ән келеді, біреу дәлізде радионы көтере қойыпты. Әуен баяғы Зибаның сүйікті әні. Анашым, деді Нұрлан көз жасын сүртіп. Мен сені бұл жерге әкелгенім үшін. Сен мені жолға келдің, деді Зиба. Жолдың басы кейде суық болады, бірақ соңы жылынады. Менің өмірім осы жерде қайта жіпке тізілді. Әр түйін бір дұға, әр жіп бір үміт, әр құрақ бір адамның жүрегіндегі жараны жамағандай. Ал мен не істей алам? Деді Нұрлан. Маған емес, өзіңе сұрақ қой, енді мен кім болам? Деді анасы. Егер қаласаң, осы шеберхананы кеңейтейік. Қаланың басқа пансионаттарына да таратармыз. Көрдің бе, мына кішкентай әмияндар мен орамалдарды жұрт қуана алады. Ал табыстың бір бөлігін осындағы кісілердің дәрісіне, серуеніне жұмсаймыз. Бізге сен сияқты жүрегі бар қолдар керек. Нұрлан анасының көзінде бұрынғы ұмытшақтықтың тұманы емес, мақсаттың жарығын көрді. Жүрегі дүрс-дүрс соқты. Мен логистикадан, есептен басқа ештеңе білмеймін дегісі келді де айта алмады. Себебі дәл қазір оның алдында тұрған әйел бизнес жоспардан да биік нәрсе айтып тұрды, мән туралы. Иә, деді ол ақыры. Керек болса, мен үйренем. Біз бірге үйренем. Онда алдымен мына әмиянды ал, деді Зиба. Бұл сенің бірінші кілтің. Екінші кілт — өзіңді кешіру. Үшінші — мен арқылы басқа адамдарға жол табу. Ал төртінші — ол жымиды. Төртінші кілтті мен саған 5 жылдан соң бермек едім. Бірақ сен бүгін келдің. Демек, уақытың келді. Қандай кілт? Зиба терезе жақтағы жәшікті ашып, ішінен жұқалаң папка шығарды. Папканың бұрышына Нұрлан деп жазылған. Ол папканы ақырын ашып, бір парақты қолына ұстатты. Қағазда өрнекті әріптермен жазылған мәтін, өсиет хат. Мен кейде есімнен жаңылам, деді Зиба өте сабырлы, күлімдеген күйде. Бірақ жүрек ұмытпайды. Осы хатты мен алғашқы келген алғашқы жылдары жаза бастадым. Қайта-қайта түзедім, жіп жалғағандай бір сөйлемді екіншісіне қостым. Бүгін соны саған тапсырам. Ең соңғы жолын кеше ғана бітірдім. Нұрлан хатты қолына алды. Алғашқы сөйлемі денесін ток ұрғандай етті. Ұлым, мені қарттар үйіне тастадың деп өзіңді жеме. Сен мені бұл жерге қалдырып кеткенде, Құдай мені тауып алды. Ол сөйлемді қайта-қайта оқыды. Қалдырып пен тауып алды арасындағы айырма есіктің қос жақтауындай ашылып, бүкіл бөлмені жарыққа толтырып жіберді. Кешірімнің иісі шықты. Кінәнің мұзы ери бастағанын сезді. Анашым, деді ол тағы. Сөз таппады. Енді тыңда, деді Зиба машиникасын ақырын жауып. 5 жылдан соң мен сенің қолыңа тағы бір кілт беруім керек еді. Ол өз үйің. Мен пансионатқа келген алғашқы жылы іс тігіп жүріп, мына жерде кішігірім қор жинадым. Адамдар сатып алған бұйымның ақысын қайта келіп, өзім емес, осындағыларға жұмсайық деді. Мен қарсы болмадым. Ал кейбірі Нұрланға сақта деп өзі жазып қалдырды. Міне жинақ шот. Бүгін сондағы қаражатты сенің атыңа аудардық. Бұл сенің келуіңді күткен кілт. Нұрлан аңырып қалды. Папкадан банк анықтамасы шықты. Онда оның аты жөні жазылған, аз да емес, көп те емес, бастауға жететін сома. Қалай, бұл қайдан? Адамдар бар, балам, деді Зиба. Қарттар үйі тек жұтаңдық емес. Мұнда да жүрек бар, парық бар, қайыр бар. Біз тігістер арқылы өзімізді қайта тігеміз. Ал сен бүгін келдің демек, жіптің ұшын өзің ұстайсың. Нұрлан анасының қолын алып, маңдайына басты. Жылағысы келді, жылады. Әр тамшы көз жасы 5 жылдың салмағын жуып бара жатқандай. Ол анасының кәсібін, жобасын, мақсатын көз алдына елестетті. Үміт жапқыштары жыртылған көңілдерге жапқыш, әмияндар, кілт, жастық қабы, тыныштық. Барлығы бір идеяға табысып тұр. Осы сәтте ол бұрын еш ойламаған сөзді айтты. Анашым, бұл шеберхананы қалаға шығарайық. Үміт жапқышын көпке апарайық. Мен логистика білем. Қайдан әкеліп қайда жіберуді, шот, жеткізу, барлығын өзім мойныма алам. Сіз адамдарды үйретіңіз. Біз бұл жерден өмірге қайта шығамыз.
Зиба баласының жүзіне ұзақ қарап, баяу бас изеді. Сен есігіңді аштың, деді ол ақырында. Ал есігі ашылған адам жарғыс дейді. Біздің жарғымыз болды. Сол күні Нұрлан кешке дейін шеберханада қалды. Анасымен бірге матаны сұрыптады, тізім жасады, телефонға сурет түсіріп, парақша ашты, жеткізу бағасын есептеді. Айсұлу да көмектесті, ол көрген білгенін айтып, тізімдегі аталарды, әжелерді, кімнің қолы епті, кімнің көзі өткір. Бөлме кеше ғана тар сияқты көрінсе, бүгін кеңейіп кеткен, өйткені мұнда енді болашақ бар еді. Кетерде Зиба қолына сүйкеніп, ертең де кел, деді. Үйдің кілтін жіпке тағылайық. Ертең келем, деді Нұрлан, бұл жолы бос уәде емес, жүректегі аң. Ол дәлізге шыққанда қабырғадағы құрақ көрпелердің түсі бұрынғысынан да ашық көрінді. Терезеден кешкі күннің қызғылты төгіліп тұр. Қарттар үйі кенет өз атына лайық емес сияқты. Үміт үйі еді. Нұрлан жаны жеңілдеп қақпаға қарай жүрді. Жолда телефонына хабарламалар келе бастады. Әлеуметтік желіде жаңа парақшаға алғашқы лайктар, әмиянды қайдан алуға болады деген сұрақтар. Ол күліп жіберді. Алғашқы тапсырысты анамның көзінше бірге бекітем деп ойлады. Көшеде кешкі самал. Автобус аялдамасында адамдар үнсіз. Нұрлан қалтасын сипап, жаңа әмиянды ұстап көрді. Ішінде темір кілт жоқ, бірақ жүрегі тыныш. Ол көкке қарап, баяғыда әкесімен серуендеген жолды еске алды, анасының әнін, ауылдағы бос балалықты. Енді ол сол жолды қайта тапқандай. Ал ертең Нұрлан анасына және өзіне ең батыл ұсынысты айтады. Ал 5 жыл бұрынғы бір құпия кенет ашылады, Зибаның шеберхананы қалай бастағаны, және кім оған ең алғашқы ұстатқан. Пансионаттан шыққан түнім көз ілгізбеді. Қаланың шамдары тереземнің әйнегін жұлдыздай тесіп тұр. Қалтамдағы құрақ әмиянды қайта-қайта уқалап қоямын. Ортасына ақ жіппен кестеленген кілт сөзі жанымды жылтып, әлде бір жіптің ұшын қолыма ұстатып қойғандай. Ішінде темір кілтте, ақшада жоқ. Бірақ менде бұрын болмаған байлық бар, міндет пен мән. Таңертең бірінші істегенім анамен бірге ашқан парақшаға үміт жапқышы деп ат беру. Суретке шеберханадағы тігін машинасы мен құрақ көрпелердің үйлесімін қойдым. Жазбаның астына қысқа ғана әңгімені қостым: Зиба апай, пансионаттағы тігін шебері. Қарттардың қолымен тігілген әр бұйымның табысы осы үйдің адамдарына қайтады. 3 сағат ішінде алғашқы пікірлер келе бастады. Әжем үшін алам, қайда тапсырыс берем, бірден 10 дана керек. Анама телефон соқтым. Даусы қуанышты. Ертең ертерек кел, деді. Біз бүгін түймелерді сұрыптап, мата қиықтарын реттейміз. Қолдары епті 2 апа келмек. Айсұлу да көмектесетінін айтты. Алғашқы бағдар. Ертеңіне шеберханаға кіргенімде бөлме бұрынғыдан да кең көрінді. Қабырғадағы құрақтар дірілдеген күн сәулесіне шағылысып, бөлмені бояп жіберген. Төрде анам, жанында 2 апа, бірі көзі өткір, саусақтары жіңішке зәуре, екіншісі күліп қана отыратын. Сейілден бұрын, міне, бас менеджер келді, деді анам әзілдеп. Жол сызайық. Мен ноутбукты ашып, логистика кестесін салдым. Қандай бұйым бар, әр қайсысы неше сағат тігіледі, қандай мата жеткіліксіз, тапсырыс жолдары, жеткізу мерзімі, қаптама, этикетка. Әр бұйымға кішкентай әңгіме қағаз қосуды ұсындым. Бұл жапқышты Зәуре апа тіккен. Ол жас күнде шәй ішкенде шәйнектің бетін жаппайынша ішпейтін. Сол әдетін осында да жоғалтпаған. Жақсы идея, деді анам. Әр бұйымның жүрегі болуы керек. Жүрек сөзден басталады. Күн батуға тақалғанда алғашқы 5-еуін қаптап, 2 әмиян, 1 жастық қабы, 1 сөмке және 1 үлкен құрақ көрпе дайын болды. Әр қайсына кілт белгісі бар кішкентай жамауды жапсырдық. Біздің танытқышымыз осы болсын деп келістік. Кешке жақын күтпеген хабар келді. Қалалық еріктілер қозғалысының парақшасы біздің жазбамызды бөлісіпті. Қарттар қолынан деген айдарына дәл келе қалған.
Хабар 3 сағатта мыңдаған адамға жетті. Қорапқа салып, алғашқы 3 тапсырысты өзім жеткіздім. Сатып алғандар тек ақша беріп қана қоймай, жұмсақ сөз айтты. Айналайын, анаңның қолына сәлем айт. Жайып тұрсын ал. Сол түні үйге қайтар жолда өзіме өзім күбірледі, мынаны жүйеге сал. Логистика менің қолымнан келді. Демек, жобаның аяқ қолын өзім жүруім керек. Қиындықтың көлеңкесі. Алғашқы қуаныш ұзаққа созылмады. Бір аптадан соң ақ ең бірінші қиындыққа тірелдік, мата жетіспеді. Пансионаттың қорында тек ескі перде, орамалдар, аздап барқыт, біраз бәтес. Құраққа жарайды, бірақ көпке жетпейді. Мен қоқысқа кете жаздаған ескі маталарды жинау акциясын ойластырдым. Еріктілер көмектесті, бірақ арасынан жарамайтындары көп шықты. Екінші қиындық құқықтық жағдаят. Еңбек өнімін сатуға бола ма? Түскен қаржыны қалай реттейміз? Пансионат директоры аздап күтейік деді. Жұртқа жақсылық жасаймыз деп заң бұзбайық. Онда шағын қор тіркейік дедім мен. Үміт жапқышы қоғамдық қор. Түскен қаржы ашық есепке түсін. Ай сайын есеп жариялаймыз. Директор басын изеді. Жарайды, бірақ сенің мойныңда жұмыс көп болады деді. Мен күліп қойдым, жұмыс жара. Үшінші қиындық менің қарыздарым. Қалтада есеп қисап көп, төлем келіп қалады. Кеше ғана болмаша ақшаға қуанған мен бүгін үлкен сомамен күресіп отырмын. Қор ашам деген адам несіне қарызға батты деп өзімді кінәлаймын. Бірақ анамның шеберханасындағы тыныштық пен адамның сөзі мені қайтадан орныма түсіреді. Балам, деді Зиба бір күні, менің жүдеу түрімді көріп. Қиындық жіптің түйіні сияқты. Оны бірден тартсаң тарылады. Сабырмен тарқатсаң жол болады. Бірақ менде уақыт аз дедім. Несие күтіп тұрмайды. Ендеше көмек сұра, деді ол. Өз жүрегімді тарыма. Мен жалғыз деген түйіннің ең мықты байлама. Сол түні мен еріктілерге, таныстарыма, бұрынғы әріптестеріме жаздым. Бізге тұрақты мата керек. Бізге ерікті дизайнер керек. Бізге сатылымға көмектесетін адамдар керек. Таңертең қорабыммен бармын деген жауаптарға толып тұрды. Бірі студент дизайнер Аяру логотип сызуға келісті. Бірі қоймада істейтін Ринат мата бумаларын қайдан арзанға алуға болатынын айтты. Бірі сынымшы Гаухар парақшаны тегін жүргізуге әзір. Кілт қалай таңбаға айналды. Аяру салған логотип жүрекке жақты. Ағаш кілттің тісі құрақ сызықтармен өрнектелген, сабында кестедей үш әріптері. Түстер жылы, бидай сары, жапырақ жасыл. Біздің бұйымдар адамның есігін ашады деген мағына сезілді. Осы таңбаны кішкентай жамау қылып, әр бұйымға бекітетін болдық. Кілт тек үйге емес, адамға жүреді, деді анам логотипті сипап тұрып. Сен мынау таңбаны ұстап жүрсең, ішіндегі есіктер ашылады. Сол күннен бастап кілт сөзін жай жазбай, әр сатып алушыға шағын карточка бердік. Бұйым осындағы бір адамның еңбегімен алды. Сіз оның есігін аштыңыз. Енді өз есігіңізді де ашуды ұмытпаңыз. Карточканың артында код, ай сайынғы есеп пен шеберхана жаңалықтары. Ашықтық сенімнің кілті. Ең алғашқы үлкен тапсырыс. Күзге таман қалалық балалар ауруханасының бөлімшесі бізге хабарласты. Көтермелі жобаға құрақ көрпелер керек, әр көрпенің үстіне батылыққа тілек кестелесек. Мен тізімді көріп бірден тайсалдым, 50 дана. Ал біз апта сайын ең көп дегенде 10-12 бұйым шығарамыз. Бірақ анам маған сеніммен қарады. Бөлеміз, деді. 50 көрпені 10 есікке бөліп тігіп тастаймыз. Қандай есік? Уақыт есігі, әр күн бір есік. Әр есіктен 5 көрпе шығамыз. Көңіл есігі, шаршағандар басқа жұмысқа ауысып тынығып алсын. Көмек есігі, еріктілерді кілтпен кіргіземіз. Осылайша 10 күндік жылы батылдық науқаны басталды. Ерікті қыз жігіттер келді, ең ептілері ине ұстады, епсіздер қиюды, қаптауды. Алды. Әр көрпенің бір бұрышына 4 сөз кестеленді: сабыр, сенім, жарық, үміт. Балақайлардың аты жөні жазылған кішкентай тектер қоса берілді. 10 күн өткенде 50 көрпе дайын болды.
Ауруханаға тапсырып, палата араладық. Балақайлардың көзі күлімдеді. Бір кішкентай қыз көрпенің бұрышын сүйіп қойды да, мынау ашылмайтын есік бар ма, деп сұрады. Бар, дедім, ол ауру есігі. Біз оны жапқалы келдік. Сол сәтте мен үміт жапқышының шын миссиясын анық сездім. Біз біреудің ауруын емдемейміз, бірақ оның есігінде күзетте тұрамыз. Бұралаң жол, бюрократия және сын. Дегенмен жоба өскен сайын дауда көбейді. Бір блогер қарттар еңбегін пайдаланып табыс тауып жатыр деп жазды. Бір-екі коммент жылы сөздің артында бизнес тұр деді. Пансионаттың кей туыстары менің шешемді жұмысқа салмаңдар деп ренжіді. Менің ішім сол күні тастай қатып қалды. Рас па? Мен біреуді пайдаланған жоқпын ба деген күдік шырмап алды. Анам бәрін естіп отырып, ине жібін қойып маған қарады. Балам, біз ешкімді мәжбүрлемейміз. Мына кісі құрақты өз еркімен тігеді. Биттей еңбегіне биттей ақы алады. Ең бастысы мән алады. Ал ауыр сөз әрқашан болады. Әр сөзге біреуден кешірім сұрай берсең, бір күні өзіңді кешірмей қырасың. Бірақ сөзді жолға сал, деді анам. Ашық есеп жарияла, жұмыс уақытын бекіт, келісім бетін енгіз. Әр адам қашан тікті, қанша алды, қайда жұмсалды, біліп отырсын. Сол күні біз қордың сайтында қара тақта аштық, күн сайынғы тізім, түскен теңге, шыққан теңге, кімге отырып жат. Пансионат директоры да ризашылығын білдірді. Осының бәрін көрсете білу мәдениет, деді. Сол аралықта блогердің өзі келді. Жарты сағат сөйлестік. Ол көріп сезіп әңгіменің түбін ұқты. Бір аптадан соң өзі бейнеролик түсіріп, қарттардың қолындағы жылу экономикасы деп мақала жазды. Сын қолдауға айналды. Күтпеген серіктес. Бір күні пансионат қақпасынан ірі қара джип тоқтап, ішінен қара костюм киген. Ширақ жүрісті бір адам түсті. Беті таныс, кезінде біздің үйге келіп, анамды баласын мазалай береді деп шағымданған көрші Ербол. Сол кісі. Түнде есік қаққан даусы әлі есімде. Жақындап келіп қолын созды. Нұрлан, мен кешірім сұрауға келдім. 5 жыл бұрын менің сөзімде, ісімде қатты болды. Өмір бәрімізді үйретеді екен. Жақында өз анам ауырып, үйде көп нәрсені түсіндім. Сіздің жобаңызды оқып, ұялдым. Енді көмектескім келеді. Шаруашылық дүкендер желісін басқарамын. Қаптама мен фурнитураны көтерме бағамен берем. Қажет болса, сөреде берем. Мен оған ұзақ қарадым. Бұрынғы реніш өздігінен кілт тауып, әлде бір есікке кіріп кеткендей. Қолым қыстым. Рахмет, кешірім ең қымбат сый. Ол күліп, мен де кілт алдым ғой, деді. Жабық хаттың сыры. Жобамыз бір арнаға түскен шақта анам жуас күлкімен, енді саған бір шындықты айтатын уақытым келді, деді. Шеберхана тыныш кез. Терезенің түбінде жалғыз қарлығаш қалықтап жүр. 5 жыл бұрын мені қарттар үйіне тастадым деп өзіңді жеп жүрсің, деді Зиба көзіме тіке қарап. Бірақ шындық басқаша. Сол күні біз аудандық кеңсеге бірге барғанымыз есіңде ме? Есімде, сен көп сөйлемедің. Себебі мен өтіндім. Баламды құтқарыңыздар, дедім. Мен оны күйреткім келмейді. Мен сенің ұйқысыз жүргеніңді, қарыздың қамытын, жұмысқа жету үшін 2 автобус ауыстыратыныңды көрдім. Үйдегі газды өшірмей қойып, сені де, өзімді де өртеп жіберетін сәтке жақындағанымды сездім. Сол үшін директорға өз аяғыммен келіп, мені қабылдаңыздар, дедім. Қағаздағы өтініш менің қолым. Басым айналып кетті. Мен білмедім. Білмеуім керек еді, деді анам. Өйткені баланың жүрегі анасын тастадым деп жүру өте ауыр. Мен оған жол бере алмадым. Сен сол күні тек мені сүйреп әкелгендей көріндің. Ал іс жүзінде мен өз аяғыммен келдім. Қағаздың көшірмесін сақтадым. Қаласаң көрсетем. Ол жәшіктен папканы алып, ішінен сарғыш қағаз шығарды. Шын төменгі жағында анамның қолы. Тынысым бітіп, орындыққа отыра кеттім. Мен сені қорғаштағым келді, деді Зиба. Және өзімді де. Кейде ажырау, құтқару. Мен осында келіп, өзімді қайта жинап, қайта тік болдым. Ал сен жол таптың. Мен анамның қолын құшақтап ұзақ отырдым. Көзімнен жас ағып тұр.
Кешірдің бе деген сұрақта жоқ. Кешірім бізге дейін келіп қойған еді. Ал кілт идеясы қайдан келді? Дедім біраз тынышталған соң. Зиба терезеге қарады. Бірінші аптада мен өте қорқынышты болдым. Күн ұзақ төсекте отырып қашайын деп ойлайтынмын. Бір күні кешке тағдыр мені асхананың кілтшісі Асқар атаға жолықтырды. Ол жымиып, қызым, қорықпа. Саған менің кішкентай есімтігім болсын деп қалтасынан тотығып қалған темір кілтті шығарды. Бұл менің бұрынғы зауытымның шкафының кілті. Қазір ештеңені ашпайды. Бірақ жаман ой келгенде менің қолымда кілт бар деп өзіңе айт деді. Мен сол түні алғаш тыныш ұйықтадым. Кілтті жастығымның астына салып жаттым. Ертеңіне ой келді, кілт тек темір емес, жіпте болуы мүмкін. Солай кілт сөзімен әмиян тіктім. Ал Асқар ата бір айдан соң дүниеден өтті. Оның жесірі кең жүрегіне салым деп тігін машинасын берді. Міне біздің шеберхананың алғашқы машинкасы сол. Мен кілтті қолға алып қарадым. Бұлты басқан, бірақ жиегі жылдыраған, есі қалап жүргенде. Сол сәтте біздің кілт белгісі бір адамның ғана символы емес, талай жүректің елесі екенін түсіндім. Алаңдағы жәрмеңке. Күздің ашық бір демалысында қалалық алаңда қайырымдылық жәрмеңкесі өтті. Біз де қатыстық. Шатыр тіктік, үстелді құрақтармен жаптық, бұйымдарды реттедік. Алаңда музыка ойнап, балалар күлкісі асқақтап тұр. Біздің сөреге келген адам көп болды. Әрқандай жастағы азаматтар кілт жазуын суретке түсіріп, әжем осылай тігетін деп естелік айтты. Қараңыздар, деді бір әжей қолына құрақ көрпені ұстап. Бұның әр жөні намаздай. Әр тігісті салғанда адамның ішіндегі жамауы да жамалады. Күн түске таман бір жас жігіт келді. Үстінде арзан күртеше, бірақ көзінде намыс бар. Қолындағы телефонын көрсетіп, жұмыстан шығып қалдым, анам ауруханада. Бірақ мен ақша жинайын дегенмін, деді. Сосын бір әмиянды қолына ұстап, мынаны алсам бола ма? Кілтім болсын, деді. Мен оған болады дедім де, бағасын жартылай ғана алдым. Анам жымиды. Көшедегі кедейді көрсең, кілтіңді ұсын деген ескі сөз еске түскен. Жәрмеңкенің соңында ТВ арнасының тілшісі келіп қысқа сюжет түсірді. Қарттар үйіндегі өнер деген атаумен кешкі жаңалыққа шықтық. Мұнан кейін тапсырыс күрт артты. Бірақ біздің ең үлкен жеңісіміз жалған ұяттың сыртына шығу болды. Адамдар қарттар үйін көз жасымен, иіс суының арасы ғана деп ойламай. Еңбек пен өмір мектебі деп көруге қадам жасады. Нұрланның ішкі есігі. Жоба өскен сайын менің ішімде де бір есік сыңғырлап ашыла бастады. Өзімді кешіру есігі. Түнде жалғыз қалған кезде 5 жыл бұрынғы өз-өзімді жеген ойлар қайта келетін. Бірақ қазір менде жауап бар еді. Мен анамды тастаған жоқпын, ол мені жолға бастады. Осы сөз кеудемдегі түйінді тарқатып жіберетін. Бірақ бір есік әлі жабық еді, әке туралы есік. Біз екеуміз көп сөйлеспегенбіз. Ерте кеткен соң, менде оның даусынан гөрі ведомосындегі мөрі көбірек қалыпты. Пошта бастығы, білгенін үнсіз істейтін. Анам сол есікке жарық түсірді. Әкем құрақ көрпені жақсы көретін. Әр жамауда әжемнің қолының жылуы тұр деп айтатын. Біздің жобаны көрсе, үнсіз ғана иығымнан қағар еді. Мен үнсіз жымидым. Қандай да бір ауыр тас орнынан қозғалғандай. Әкімдікпен кездесу. Көп ұзамай қала әкімдігінен шақыру түсті. Қабылдауда ресми адамдар, жоба суреттері, сандар, презентациялар. Мен қорқам деп ойлағанмын, бірақ анамның бөлмесіндегі тыныштық есіме түсті. Залда жамаудың логикасымен сөйледім, біз қымбат нәрсе жасамаймыз. Біз тұрмыстың шетін түзеуге тырысамыз. Түскен табыстың 70% пансионат қажетіне, 20% тігіншілерге, 10% материалға кетеді. Әр теңгенің есебі ашық. Бізге керек нәрсе тігін машиналары, бір шағын бөлмелер жиынтығы мен 2 жас маманның жалақысы. Әкімнің орынбасары жақсы қаланың ескі мәдениет үйіндегі бос бөлмелердің бірін уақытша шеберхана ретінде берейік. Ал 2 маман үшін әлеуметтік жоба шеңберінде грант қарастырамыз, деді. Біз қол алыстық. Шығып келе жатқанда фойеде өздігінен гитара шертіп отырған бір жігітке көзім түсті. Даусы таныс, бұл баяғы сыншы блогер. Ол бізге қарап жымиып, бас изеді. Әлем кішкентай екен.
Үйдің кілті. Бір күні кешке анам шеберханада қағаздарға шұқшия қарап отыр екен. Жақындағанымды көріп, балам, саған тағы бір кілтті беру уақыты жетті деді. Қай кілт? Үйдің кілті. Сен баяғыда пәтердің алғашқы жарнасын төлеп едің ғой. Қалғанын жаппай жүрсің. Қордың атынан сенің атыңдағы шотқа көмек аударылды. Бұл үміт жапқышының үлесі. Жоқ, бұл болмайды ғой дедім. Ақша адамдарға дәрі-дәрмекке керек. Солай деді анам. Сондықтан бұл көмек қордан емес, адамдардан келді. Біздің бұйымдарды алған қауым өз еркімен Нұрланның үйіне деген белгімен ақша жіберді. Әр теңгесі жеке. Ешкімге ұят емес. Әрқайсысының аты аталған тізім бар. Көргің келсе, сайтта тұр. Мен еріксіз орындыққа отырдым. Көзімнен жас парлап кетті. Қаланың түкпір-түкпірінен келген тып-тыныш көмектер менің мойныма салынған ауыр камзолды жеңілдеткендей. Ұлым, деді анам, үй деген тек қабырға емес. Ол есік. Сен өз есігіңді іштен аштың. Енді біз сені сырттан да қолдайық дедік. Сол сәтте ішімдегі ең кәрі, ең кедей күдік салтанатты түрде есіктен шығып кетті де, орнына бір қарапайым сезім келіп жайғасты. Рахмет. Зибаның әні. Жобаның шарықтау сәттерінде анам кенеттен ән салуды қайта бастады. Алғашында шеберханада тігіс жүріп жатқан кезде, біраздан соң дәлізде, кейін кішкентай сахнада. Үміт жапқышының шағын кешінде Зиба апай ортаға шығып, баяғыдан таныс, бірақ жаңа мағынамен толысқан әнді айтты. Даусы салмақты, жылы, қоңыр. Әніміз жіптеді ол. Әр нота тігіс. Әр дем түйін. Біз осылайша бір-бірімізді ұстап тұрамыз. Кеш соңында бір жас келіншек келіп анамның қолын сүйді. Мен де анамын деді. Босанғаннан кейін көп жыладым. Сіздің әніңіз менің есігімді ашты. Рахмет. Анам оның бетін сипап. Есігіңді ашыған сенің өзің деді. Біз тек кілтті көрсетеміз. 4-ші кілт. Күндердің күнінде анам салмақты қалыппен жәшіктен кішкентай қара қорап шығарды. 4-ші кілт дайын деді. Қораптың ішінде кішкентай күміс кілт тұр. Жасанды емес, нағыз есікке салса шатын кілт. Үстінде жойылған. Бұл не? Пансионаттың жанындағы бос тұрған қойманың кілті. Әкімдік құжаттары дайын. Ол жерді жабдық қоймасы және жеткізу пункті қыламыз. Логистика сеніңсің. Кілт сенің қолыңда. Мен кілтті қолыма алдым. Күміс түсті саусағыммен сипадымда анама қарадым. Екеуміздің көзіміз бір сәтке жасқа толды. Анашым, дедім сыбырлап. Мен жол таптым. Жол адамды тапқанда ғана жол болады, деді анам. Келесі есік. Жұмысқа қабылдау. Жоба үлкейген сайын кәсіби тігінші керек болды. Пансионаттағы апаларға ауырлау үлгілерді тікізбеу үшін сырттан 2 жас маман іздедім. Сұхбатқа келгендердің ішінде бір қыздың көзі ерекше еді. Рая колледжде тігін оқыған, бірақ дипломы жоқ, өмірі шыштырман. Маған мүмкіндік беріңіз, деді. Екіншісі Арман жүк тасымалдауда істеген, бірақ балта мен ине арасында өзін ине жағынан көреді екен. Бізде бір шарт бар, дедім. Әр айдың соңында кім үшін тіктім деген бір қағаз толтырасыздар. Ол жалақыға әсер етпейді, бірақ мәнге әсер етеді. Екеуі де келісті. Үміт жапқышының кәсіби жұбы пайда болды. Қысқы қауіп және шынайы серт. Қыс түсе бере пансионаттың жоғарғы қабатында жылу батареясы жарылып, бүкіл қанат су болып қалды. Шеберхананың еденіне су жайылып, түске дейін істегеніміз түстен кейін бүлінуге шақ қалды. Қор қосалқы бөлме іздеді, еріктілер құтқаруға келді. Мен қорқып кеттім, енді бәрі тоқтай ма деген ой оқтай қадалды. Анам шеберхананың ортасында тұрып алақандарын жайды. Бәрі тоқтамайды. Себебі бізде жол бар. Бұл бір есіктің жабылуы ғана. Аягөздің бөлмесін уақытша пайдаланып басқа жаққа көшеміз. Жабдықтарды кілт қоймасына тасимыз. Қайтадан бастаймыз. Сол күні біз үшін түнімен жұмыс деген еріктілер болды. Жабдық қоймасы алғаш рет толық қуатта іске кірісті. Таңға жуық бәрін орнына қойдық. Сол кезде өзімнің ішімнен бір серт бердім. Не болса да бұл жолды тастамаймын.
Бұл енді тек менің немесе анамның жобасы емес. Бұл бір қаланың жүрегінен орын алған тыныс. Нұрлан мен Зиба, екі үйдің арасы. Көктем соққанда пәтердің соңғы төлемін жаптым. Қолымда өз үйімнің кілті. Есікті алғаш ашқанда есіме анамның сөздері түсті. Үй, есік. Бос пәтердің іші мені қорқытпады. Терезені айқара ашып ананың шеберханасынан әкелген құрақты диванға жайдым. Бір бұрышқа күміс кілтті іліп қойдым, қойма кілті. Қабырғаға кілт логотипі бар кішкентай тақтай шәлдім. Бұл біздің үйдің танытқышы. Анам келді. Есіктен кіре бере тоқтап көзін сүртті. Сен өз есігіңді аштың деді жай ғана. Менің жаным тыныш. Біз ас үйде шай іштік. Ол баяу әндетті. Мен күліп тыңдадым. Бір сәтке 5 жыл бұрынғы ауыр түн, жалғыз дәліз, жабық есік, бәрі жып-жылы жауын сияқты алыста еріп бара жатты. Соңғы бұрылыс, соңғы шындық. Бірнеше ай өткенде тағы бір қойын дәптер шықты. Анам оны маған үнсіз ұсынды. Бұл не? Алақан күнделігі деді ол. Осы жылдары кімнің алақанына қандай тігіс тигенін белгілеп жүрдім. Бірінші бетінде сенің атың. Себебі менің алақанымда қалған ең алғашқы тігіс сенің көз жасың. Оны ешкім көрмеді. Мен көрдім. Мен дәптерді аштым. Бірінші бетте кішкентай жіппен тігіліп жазылған бір сөйлем тұр. Жазудың жанына қаламен, сол күні мен өз үйімнің есігін іштен жаптым да, оның есігін сырттан аштым деп қосыпты. Мен сол сәтте түсіндім, анам мені қарттар үйіне қалдырған жоқ, ол мені өз үйіме жіберді. Енді сол үйдің ішінде біз бүкіл қалаға ашылған есік жасай алдық. Көңілімдегі ең ауыр тас аударылған соң, мен өзімді бұрынғыдан жеңіл сезіндім. Үміт жапқышы шеберханасы қала мәдениет үйінде филиалын ашты. 2 сыныпта жас қыздар мен жігіттер қарт апалардан құрақ тігуді үйренеді. Әр сабақтың соңында бір кісінің әңгімесі айтылады. Сапар атаның зауыттағы слесарь күндері, Шарипа әжейдің алғашқы махаббаты, Зәуре апаның түнде терезе алдында тігіс тіккені. Адамдар өз өмірін түгелдеп жатыр. Ал мен болсам, логистиканың картасында кілттерді белгілеймін. Қай жерде кімнің есігі ашылып жатыр, қай жерде кімге жапқыш керек, қай жерде қандай түйін бар. Әр түйінді сабырмен тарқатамыз. Көктемнің соңғы жаңбыры қала шаңын басып, аспанды ашық жуған күні біз үміт жапқышының бірінші қалалық фестивалін өткіздік. Мәдениет үйінің кең залына шеберханалар, еріктілер, сатып алушылар, меценаттар жиналды. Кілемше үстінде балалар жіп сабақтауды үйреніп жатыр. Бір бұрышта Рая мен Арман жаңа үлгілер көрсетіп тұр. Ортаға қарай Зиба апайдың шәкірттері құрақ орамалдарын желбіретіп, шеңбер жасап алған. Әр бұйымда кішкентай кілт жамауы. Мен сахна артына шықтым. Анам ақ көйлек киіпті, иығына көк шәлі жапқан. Даусы қызған, бірақ етек жеңін жинаған сабыр сезіледі. Ол маған көз қиығын тастады. Ұлым деді ақырын, бүгін әнімді өтінішке айтам. Өтініш адамнан адамға айтылған аманат. Әнімнің соңында сен сөйлейсің. Аманаттағы бір сөйлемді жариялайсың. Дайынмын дедім. Залда жарық бәсеңдеді. Көрермен тынышталып көруге ыңғайланды. Жүргізуші Зиба апайды сахнаға шақырды. Анам микрофонды ұстай бергенде, залдың алды артынан апай деп сыбырлы үндер шықты. Ол күлімсіреп бастады. Бұл әнді мен жас күнімде ауыл клубында айтқамын. Сол кезде әкем, әр нотаң бір тігістейтін. Бүгін мен сіздерге жамау емес, жол тігемін. Әуен баяу өрілді. Дауысы жылып тұрған көктем желі сияқты, әр сөзін анық қояды. Әй жүректер, дірілдемеңдер, сендерде кілт бар дегендей. Ән біткендей болғанда анам тоқтай қалып. Енді сіздерден өтініш, егер үйіңізде жыртық көрсеңіз, бірден лақтырмаңыз. Алдымен жамап көріңіз. Жамау өткенді алып тастау емес, оны құшақтау. Адам да солай деді. Залда ұзақ қол шапалақ естілді. Мен микрофонға шақырылдым. Кеудемде күміс кілтті ұстап сахнаға шықтым. Біз бүгін үміт жапқышын қала деңгейінде бекітіп отырмыз дедім. Әкімдіктің қолдауымен 2 жаңа шеберхана ашылады. Тапсырыспен есеп ашық күйінде қала береді.
Бірақ ең басты жаңалық біздің аманатымыз. Экранда бір сөйлем пайда болды. Әкемнің содан бергі ең жақын досы, поштада бірге істеген Нұрпейіс ағайдың қолтаңбасы сканерленіп астына дата қойылған. Мен залға қарадым. 5 жыл бұрын анам шеберхананы әлдекімнің ең алғашқы кішкентай кілтімен бастағанын айтқан. Ол Асқар ата болған. Бірақ жарық жолдың бұрылыстарында тағы бір адамның ізі бар. Әкем қайтқаннан кейін біздің үйге жылы жұмсақ үнмен жиі келіп тұратын көрші ағайдың бір күні түнде қалдырған хатындағы бір сөйлем анамның шешіміне дем болған. Сол сөйлемді бүгін аманатқа айналдырып жариялаймын. Мен экрандағы сөйлемді оқыдым. Адамның ең мықты есігі өз жүрегі, сол есікті іштен ашқанға ғана сырттағы кілт жүріп тұрады. Залда бір сәт үзіліп қалғандай тылсым тыныштық орнады. Адамдар бір-біріне қарап бас изеді. Ұялы телефондардың объективтері жылтырап, бұл сөйлемді түсіріп алуға асықты. Бұл сөйлем мені сақтап қалды, деді сахна шетінде тұрған анам. Мен өзімнің жүрегімді іштен ашпайынша баламның сырттан мені құтқарам деген кілті жүрмейтінін түсіндім. Қарттар үйіне өз аяғыммен келгенімнің себебі сол. Ал бүгін бұл сөйлем біздің қоғамға аманатымыз. Әр үй жүрегін іштен ашып үйренсін. Сонда сырттан келетін жақсылық жүреді. Фойеде жас жұп қол ұстасып тұр екен, әйел ерін тістеп, ер адам көзінің ұшын сүртіп тұр. Таяуда ғана пансионаттың керебетінен адресін алып кеткен қыз, менің нағашы әжем де құрақ тігетін еді деп жыламсырап, бір бұрышта әңгімесін айтып жатыр. Алаң апақ жарыққа толды. Кілт қоймасының ашылуы. Фестивальден кейін бір апта өтпей, кілт қоймасы логистика орталығын аштық. Кішкентай қойма ішінен сүрлеу жолдармен бөлінген аймақта жасадық. Мата, фурнитура, қаптама, аяқталған бұйым жеткізу. Қабырғаға үлкен карта іліп, қаладағы 2 шеберхана, пансионат цехы, жеткізу нүктелері, серіктес дүкендер, емхана мен балалар бөлімі. Бәрін сызба бойынша бәл. Жанында есеп тақтасы, қанша бұйым, қанша табыс, кімге қандай көмек бөлінді. Арман экскаваторшыдай айбаттан палет арбаны айдайды, Рая бағыттап тұрады. Ринат фурнитураны қораптап штрих-код жапсырады. Еріктілер қойманың сабыр күні деп аталатын кешкі ауысымына келіп, үнсіз ғана жұмыс істейді. Әр ауа демалған сайын осы шағын әлемде тәртіптен туған тыныштық сезіледі. Пансионаттағы шеберханада да тіршілік қайнап жатыр. Зәуре апа көзілдірікті мұрнына, Шарипа әже жіпті құлағына іліп алған. Олар кейде бір-бірімен таласа тармасады да, соңында күліп бітеді. Әр тігіс өмірдің күрсінісін жапқандай. Республикалық жаңалық. Күздің басында ұлттық арна біздің жобамыз туралы 10 минуттық репортаж түсірді. Көрсетілімнен кейін бірнеше облыстан қоңырау түсті. Бізде шеберхана ашқымыз келеді. Біздің ауылда апалар көп, үйретіңіздер. Біз жиналыс өткізіп, франшиза емес, еркін модель ұсынайық деп шештік. Кез келген қала өз атауын қойсын. Бірақ 3 шартқа келісін: ашық есеп, ерікті келісім.